Құрметті тыңдармандар, әңгіме басталмас бұрын лайк басып, арнаға тіркелейік және әңгімені соңына дейін тыңдайық. 3 адамыз. Үлкен компанияға аудиторлық тексеріспен келдік. Басшысы жылпос екен. Құрақ ұшып қарсы алды. Ішім жеміміз солардың мойнында. 2 күн өтпей жатып ақ, шаршаған шығарсыздар, жұмыстан кейін жуынып шайынып алыңыздар деп саунаға шақырды. Қарсы болмадық. Мұндайды талай көргенбіз. Парға кіріп, бассейнге шомылып, алдымызға қойылған ас судан дәм татып, көңіл жайлана бергенде сопаң етіп 3 қыз келді. Компания басшысы оларды қарсы алып, бізге таныстырып жатыр. Байқаймын, бұл қыздармен бұрынынан таныс біліс сияқты. Жігіттер, шаршап жүрсіздер ғой, мына қарындастармен көңіл көтеріңдер, әдейі шақырдым, дейді. Саунадағы отырысымыз қызып сала берді. Жасыратын несі бар, арнайы шақырылған қыздар ғой, өз істерін біледі екен. Көшенің жезөкшелеріне келмейді. Киім киістері, сөздері дұрыс. Артынан компания басшысы өз айтты. Тексерушілерді осылай демалдырып қоя береміз. Мұндай әдемі қыздарды қойнына салған соң, қандай тексеруші болмасын, бізге оң көзбен қарайды. Бұл қыздар тәп-тәуір жерде жұмыс істейді. Бірақ ара-тұра біздің заказды орындайды. Ол үшін қалталарына ақша салып береміз. Дұрыс екен дестік. Бір апта өте шықты. Қайтарға бірер күн қалғанда дүкен аралауға шыққанмын. Балаларым алдымнан шыққанда қолына ұстата қояйын деп ұсақ түйектер алдым. Дүкеннен шыға беріп едім, «Оу, жолдас аға, қайдан жүрсіз?» деп бір танысым кездесе кетті. Бір ауылдың жігіті, менен 10 шақты жас кіші. Жағдайымды айттым. «Жүріңіз аға, күнде кездесіп жатқан жоқпыз. Дәм татыңыз, бір ауылдың баласымыз ғой» деп өтініп болмаған соң адресін алып, жұмыстан кейін сонда бардым. Есікті ашып, інішектің өзі қарсы алды. Алдымнан жүгіріп шыққан ұлына ала келген ойыншығымды ұстаттым. Аяғымды шешіп, залға оза беріп едім, әйелі шықты. Оны көріп, шалқамнан түсе жаздадым. Бір түрлі болып кеттім. Не сәлемдесерімді, не кері бұрылып кетерімді білмедім. Алдымда кім тұр дейсің ғой. Өткенде саунада бізді обслуживать еткен қыздың бірі екен. «Сабина, мынау жолдас деген ағаң, біздің ауылдың азаматы» деп інішегім мені таныстырып жатыр. Ол мені көріп сасып қалды да қып-қызыл болып кетті. «Залға, дастарханға кіре беріңіздер» деп ас үйге қашты. Ол үйден шай емес, зәр ішкендей болдым. Сабина төмен қарап, қызараңдап отыр. Інішек мәз. «Бізді осы келініңіз асырап отыр. Жақсы жерде жұмыс істейді. Табысы тәуір» деп қояды. Ішімнен, әр еркектің қойнына бір жатып жүрсе, әрине, табысы тәуір деп мен отырдым. Сол саунада Сабина мені қосқанда 3 еркекті кезек-кезек обслуживать етіп еді. Сіздер секілді азаматтар жиі келіп тұрса, бізге жақсы. Компания басшысы бізді шақырады, жақсы ақша береді. Ал біздің жұмыс саунада келген азаматтардың құмарын қандыру деп менің қойнымда жатып біраз сырын ақтарып еді. Сол Сабина енді қызараңдап төмен қарап отыр. Інішекті аядым. Ол жарым деп ақша тауып жүр деп мәз. Ал әйелінің ана жақта не істеп жүргенін білем екен әттең. Сылтау айтып, үйден тез кетуге асықтым. Бүгін осында қонып кетіңіз дегеніне қарамадым. Бұл Астанадағы бір үлкен компанияда аудитор болып жұмыс істейтін досымның әңгімесі. Айтқан әңгімесінің өзегінде қоғамдағы үлкен шындық жатқаны анық. Өйткені бүгінгі күні сырттан келетін қонаққа қыз салу жазылмаған шындыққа айналғаны қашан. Бұл соның бірі ғана. Мен мектепте оқып жүргенде де, университетте де лидер болуға ұмтылдым. Алдыма мақсат қойып, соған қол жеткізбейінше тыныштанбайтынмын. Университетке түскен соң өзіме жігітпен жүру, қыдыру деген болмайды деп талап қойдым. Басты мақсат қоғамдық жұмыстарға белсене араласып, жақсы оқып, университет басшыларының көзіне түсу болды. Меже қызыл диплом. Алайда 2-ші курста оқып жүргенде жүрекке әмі жүрмейтінін ұқтым. Өзіммен қатар оқитын бір жігітке ғашық болдым. Ол өте жақсы оқитын, әдепті, ізетті жігіт болатын.
Оқу жылының аяғында Даниярмен жақын таныстық. Жақын таныған сайын оның жақсы адам екенін білдім. Ол өзге жігіттер сияқты бейәйдеп сөйлемейді, оғаш қылық көрсетпейді, орынсыз сөз айтпайды. 3-ші курстан бастап Даниярмен достасып кеттік. Бірге кітапханаға, киноға баратынбыз. Жатақханада оқу бөлмесіне барып, бірге сабақ қарайтынбыз. Кей нәрселерге қатысты пікір таластырамыз. Мен кейде қателігімді білсем де бой бермей, алған бетімнен қайтпай қоятынмын. Ондайда Данияр менің көңілімді жықпай жол тауып кетеді. Құрбыларымның бәрі Данияр екеумізді жүреді деп ойлайтын. Бірақ біз ол кезде өте жақсы достар ғана едік. Ол маған сезімін білдірмейді, ал мен қыз болған соң сезімімді айта алмаймын. Жан құрбыма осы жайлы айтқанымда, ол бата алмай жүрген шығар. Сен өзің сезіміңді білдір, деді. Бірақ мен олай істей алмадым. Ішімде бір күші жібермейтін. Өзімді төмендеп қалатындай сезінетінмін. 3-ші курстың 2-ші жартысында оқып жүргенде, бір күні Данияр телефон соғып, мені киноға шақырды. Қыз болып сызылмай, белгіленген уақытта келісілген жерге жеттім. Келсем, кинотеатр алдында қолында бір құшақ гүлі бар Данияр тұр. Көре сала маған қарай жүрді. Қолындағы гүлін ұсынды. Сол сәтте маған жүрегін ұсынғандай сезілді. Гүл шоғы үлкен және өте әдемі екен. Данияр, киноға кіріп, сосын кафеге барайық, деп ұсыныс айтты. Неге екенін білмеймін. Мен бірден кафеге барсақ қайтеді дедім. Ол келісті. Кафеде отырғанда ол маған сезімін білдірді. Мен келісімімді бердім. Кафеден шыққан соң көшеде қыдырдық. Жатақханаға келген соң да ішке кірмей, далада ұзақ әңгімелесіп отырдық. Осылай жұбымыз жазылмай жүріп, университетті бітірдік. Екеуміз де қызыл диплом алдық. Университетті бітіре сала үйлендік. Ендігі мақсат магистратура. Данияр да магистратураға түспек болған. Бірақ біз үйлене сала, бөлек тұрған соң ба, ол маған жол беріп, өзі жұмысқа кірді. Даниярдың анасы, әйеліңді оқытқанша өзің оқуың керек еді, деп ренжіпті. Бірақ Данияр анасына, мен әсел бітірген соң оқимын, ал ол кішкентайлы болып үйде отырып қалады, сосын оқуға мүмкіншілігі болмайды деп түсіндіріпті. Солай Данияр жұмыс жасап, мен оқуымды жалғастырдым. Магистратураны бітіргенше кішкентайлы болмаймыз деп шештік. Данияр үй шаруасына да, сабағыма да көмектесіп тұрды. Солай, еш қиындықсыз магистратураны қызыл дипломмен бітірдім. Жұмысқа тұруым да сонша қиын болмады. Бір беделді фирмаға қызметке орналастым. Сен балалы болсаң, бізді кім бағады, деп Данияр ол жылы да магистратураға құжат тапсырмады. Бір жылға жетпей кішкентайлы болдық. Кішкентай қызымыз бір жасқа толғанда бала күтуші жалдап, мен жұмысымды жалғастырдым. Ол кезде қатардағы қызметкер болып істеп жүрдім. Бір күні кадр бөлімінде істейтін құрбым, бөлім бастығының орны босап жатыр. Соған 3 адамның кандидатурасы ұсынылды. Біреуі сенсің, деді. Бұрында жұмысқа уақытында келіп, тапсырманы уақытында орындап жүретін мен, енді одан да ертерек келіп, өзімді жақсы жағынан көрсетуге тырыстым. Арадан 2 апта өткенде, кадр бөліміндегі құрбым келіп, бастыққа кірдің бе, деп сұрады. Не үшін? Дедім. Ол тәртіп солай екенін өз кандидатурамды ұсынып, жұмыс тиімділігін одан әрі жақсарту туралы жоспарымды қосалып баруым керектігін айтты. Данияр екеуміз түнімен отырып, ойда түйгендерді қағазға түсіріп, ертеңінде мен бастыққа кірдім. Бастық қағаздарды алып қалып, танысып болған соң өзі шақыратынын айтты. 2 күннен кейін бастық шақырды. Жоспарыммен танысып шыққанын, ұнағанын айтты. Менің сол орынға лайықты екенімді жеткізді. Сөз соңында, бұл қызметтің өзіндік талаптары бар. Сіз соған дайынсыз ба? Деп сұрады. Мен жұмысқа қатысты айтып отыр екен деп, иә дедім. Онда бара беріңіз деп қоштасты. Үйге келген соң Даниярға бөлім бастығы болатынымды айтып сүйінші сұрадым. Данияр дүкеннен торт әкеліп, сонымен жаңа қызметті жудық. Ертеңінде кадр бөліміндегі құрбым мені бөлім бастығы етіп тағайындау туралы
бұйрық дайындап жатқанын айтып, сүйінші сұрады. Сүйіншісіне кафеге апарасын деді. Жұмыс соңына қарай бастық шақырды. Бұйрықты көрсетіп, енді тек менің қол қоюым ғана қалды, деді. Өткенде осы қызметтің талабына келсемін деп едіңіз, есіңізде ме? Деп сұрады. Ойымда ештеңе жоқ, қандай талабына да дайынмын, дедім. Онда өте жақсы, деді де, бүгін жұмыстан соң қызметіңізді жуамыз, сосын бірге боламыз, деді. Мен бір сәтке есеңгіреп қалдым. Не болғанын түсінбей тұрғанымда, ол үстемелетіп, не бөлім бастығы болғың келмей ме? Деді. Мен меңзең күйде отырмын. Бір жағынан қызметтен айырылғым келмейді. Басқа мұндай мүмкіншілік бола ма, болмай ма? Деген ой санамнан сырғып өтті. Соны оқып қойғандай, бастық, басқа мұндай мүмкіншілік болмайды. Егер көнсең жоғарға қарай баспалдақ ашық, деді. Іштегі басшы қызметке деген ұмтылыс бәрін жеңіп, иә дедім. Кешке мейрамханада күтетінін айтып, бара беруімді өтінді. Кеудемде қуаныш пен өкініш арпалысып үйге келдім. Данияр әлі жұмыстан келмеген екен. Оған телефон соғып, қыздармен жаңа қызметті жууға, кафеге баратынымды, кеш келетінімді ескерттім де, бастықпен кездесуге бардым. Мейрамханада ұзақ отырмадық. Ол жерден шығып қонақ үйге бардық. Түн жарым ауғанша бірге болдық. Ертеңіне бастық бұйрыққа қол қойды. Сөйтіп, бөлім бастығы болдым. Бірақ оның бағасы мен үшін өте қымбатқа түсті. Оны кеш түсіндім. Қазір аразабы жегідей жеп жүр. Даниярдың көзіне шөп салғанымды кешіре алмаймын. Бірнеше рет оған айтпақ болып оқталдым. Бірақ оның жүрегін жаралағым келмейді. Бір ойым айтсам, ол мені түсінер, кешірер деймін. Ал кешірмесе ше, аразабы ішімді өртеп барады. Әңгіме осымен соңына жетті. Егер де ұнаса ерінбей лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпайық. Көріскенше күн жақсы.